Бүгін таңертең Бағдаулет екеуміз үйде отыра бергенше деп, кешке дейін Бағдаулет телевизор көргенше деп осы уақыт болғаннан кейін балам пирамидаға барайық дегеннен кейін пирамидаға кетіп қалдық. Барып пирамиданың алдының қары деген қалың екен. Күн дегеннің қатты аяз. Бүгін біз барғанда біраз күн ашық тұр еді. Біраздан кейін күн бұлттанып, қар жауып кетті. Пирамида әдемі. Мына жақта дегеннің әппақ қар, жап-жас ағаштар, осы балалармен бірге өсіп келе жатқан әдемі ағаштар. Қандай әдемі, қандай табиғат. Соң бұл жердің ауа райы, ауасы өте бүгін тіпті ерекше керемет болып тұр. Ауа деген кең, әдемі болып тұр. Дала деген күшті, мына жер жаза деген жап-жасыл. Міне қыста әппақ биік орналасқан ғой. Анадан қаланы көресің, жан-жақтағы мына этаж үйлер барлығын көріп, бір көзіміз дем алып қалды. Шаршағанымыз басылып, таза ауа жұтып, күшті болып қалдық. Мына туды көріп, менің Бағдаулетім қуанып жатыр. Мама, Қазақстан ту деп қуанып жатыр. Балаларда күшті болып қалады ғой, таза ауада жүргеннен кейін. Сөйтіп пирамиданың басына барып, бұлай жүгірдік, астына да жүгірдік, үстіге қарай жүгірдік. Баламен бірге мен де жүгірдім, шықтым. Сөйтіп кәдімгі 1-2 келі артық қалдық десем. Содан пирамидаға кірейікші деп, осыдан астына түсіп барсақ, мына жақтан кірмейсіңдер, ар жақтан главный есіктен кіресіңдер дейді. Оған барғанға қатты тоңып кеттім мен. Содан бір уақыттан кейін қар жауып кетті. Қазір ғой күн ашық болып тұрды ғой, біраз кейін қар жауып, дала дегеннің түнеріп бара жатты. Сонымен қой енді главный есіктен кіріп жүреміз ба, кетейік бол деп ар жүгіріп, бері жүгіріп алдық та, балам екеуміз сонымен қайтайықшы дедік. Суреттер түсірдік. Балама мені суретке түсірші десем, ода түсіре алмады. Ана ұлттық музей, барлық мына Әзірет Сұлтан мешіті, анау келе жатқан Бағдаулет, соны көріп, күшті болып, демалып, анау Хайвыл. Негізі Астана қаласы күшті, 4 мезгілмен болады. Қысы қыстай, көктемдей, жазы жаздай, күзі күздей болады ғой. Мына жақта тілшілер кәдімгі тілшілік істеп жүр. Бағдаулет деген жаңа сырғанақ тепкенбіз ғой. Сырғанақ тепкен кезде мұзға неғып жығылып бетін жаман қып қызартып талқандап алды. Оған қарамай екеуміз жүрдік. Бас киімін қайта шешіп лақтырып жүреді. Шашына бір прическа жасап берейінші десем, оған бүгін уақыт болмады. Соны мен жүгіріп барам ғой, мен қазір аста жүгіріп түсіп бара жатқаннан кейін ау толқып тұр. Мен жүгіріп түсіп барам. Ане пирамида анау жақта қалды. Негізі мынау қарағанда жақын болған, мен жүгіргенде алыс кәдімгі біраз жерге қаланы Бағдаулет кетті. Жүгіріп барады Бағдаулет. Мына қаланың көрінісіне адам көзің тоймайды, қарай бергің келеді ғой. Ауа күшті, мына жер биік болғаннан кейін де ауа райы қиын әдемі болып тұр екен. Мынадарды қарап бірден кейін түсіріп жатыр әйтеу. Тілшілік істеп жатыр ма, бірден істеп жатыр. Бағдаулетке мені түсірші десе, мен түсіре алмай қойды ол суретке. Тым әдемі болмай қалды. Азынша түсейін деген мен ғой. Пирамидада жүгіріп келе жатыр. Өз бір шығамыз, бір түсеміз. Бір шығып, бір түсіп, секілмен болдық сөйтіп. Қайтадан шығып келе жатырмын. Пирамидаға барам деп кетіп барады. Көрейік, не бар екен ішінде. Бүтін жақты ғой. Тұрың қарасы. Бұтышты кетпес. Көрейік. Есіктен бізді кіргізбей қойды. Ағаштай,
Кеттім мен. Ен далада тұрған ағаш сияқты қарасаң. Бірақ ен дала емес, пирамида қасында қаншама ағаштар, қаншама үйлер бар. Мына тентекті ая. Аяғым батып кетті. О, қардың қалыңдығы соншалық е? Қалың қар. Ана бір жерде торғайдың аяғы тұр екен. Соған барам дейді бұл. Мына жерде мына тас үңгірге кіреміз қазір. Тас үңгірден ары қарай шығамыз. Бол Бағдәулет-ей. Құлақ қойғын. Міне тас үңгір осындай. Әрбір несін осындай таспен қаланың бәрі тас не дегені өнері е. Қандай әдемі. Астананы келіп көрсеңіздер болады. Келіп көрмегендер. Астана әдемі қала. қалай екен Көп жерлер бар ғой енді. Қарашы мына өңірде. Бағдәулет әне келе жатыр. Не екен мынау? Бағдәулет келе жатыр. Талтаң етіп. Не нәрсе мынау? Неден жасалыпты? Қара Бұл не нәрсе десем? Тас қой мама, бұл деген тас қой. жасалынған, е? Еще теуіп қояды екен. Міне тас мама. Бұл дегенің Таспен қаланы жасалынған. өте керемет салыпты ғой деп қояды маған. Сөйтіп мына өңірдің басынан шыға келесің Байтұрсынов көшесіне. Сөйтіп де Құстың ұясын қара. машинамызға отырып үйге қайттық. Мынаның барлығы құстардың ұялары екен. Бағдәулет барам дейді, бара берем дегенде аяғын тығып алады, сонымен кеттік. Машина тұрайын. Кетесің.